Сәлем, есімім Рамазан, кәсіпкермін, продюсермін саласында 3 жылдан астам уақыт жұмыс жасап жүрмін. Оған дейін 5 жылдық кәсіпте өзімнің тәжірибем бар. Туризм саласынан осы инфобизнес саласына келдім. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қалай кез келген адамға, кез келген экспертке өзінің курсын сатып миллион теңгеден жоғары таза қалтаға табыс табуға болады. Егер өзімді таныстырып өтетін болсам, соңғы 3 жылдың ішінде инфобизнес менің қандай жетістіктерге алып келді? Мен 11 елге саяхаттап, оның ішінде қымбат мемлекеттер Швейцария, Испания, Норвегия, Португалия деген секілді жерлерде болыппын. 2024 жылы үйлендім. Үйленгеннен кейін бірден умра сапарына бардық, және де Toyota Camry автокөлігін сатып алдым. Одан бөлек өзімнің үлкен арманыма, Құдай қаласа оны Инстаграмда айтатын боламын, сәл қалып отыр екен. Ал енді мен қандай эксперттерді запуск еттім? Осы күнге дейін мен трейдинг, инфобизнес, маркетплейстер, оның ішінде Wildberries, Каспи секілді рыноктарда жұмыс жасап, сондай эксперттерді запуск еттім. Олардың ішінде Шалқар Қайратұлы, Ильяс Жүрсінов, Дулат Асанов, Ердәулет Мұхаммадиұлы деген эксперттерді атап өте аламын. Суммарно алып қарасам, біз 250 миллион теңге оборот жасаппыз. Біз обычно эксперт-продюсер болып 40-60, 50-50, 70-30 форматында жұмыс жасап, мен қомақты қаражат табамын. Енді бүгінгі видеода мен эксперттерге тікелей көмектескім келіп отыр. Негізі мен адамдарға қалай пайдалы бола аламын. Мен запускың басынан соңына дейін сіздерді сопровождать ете аламын. Мен сіздерге қаралымы жоғары рилс түсіріп, сіздердің оқырмандарыңызды көбейтіп танымал ете аламын. Онымен қоса сіздердің өнімдеріңізді күшті деңгейге шығарып, оны көп сатылатын деңгейге жеткізе аламын. Ал енді негізгі мәселелерге өтейік. Инфобизнес ол ең күшті бизнес модель. Неге десеңіздер, бұл бизнесте көптеген шығындарды талап етпейді. Кез келген адам өзінің запускын жасаған кезде минимальный вложение жасаса болады. Мысалға, мен өзімнің видеомейкинг бойынша курсымды жасайтын болсам, маған керегі тек қана рилс түсіріп, адамдар жинап, прогрев жасап, алғашқы продажам жасап, сол сатқан продажамнан келесі запускқа құйып көбірек ақша табу. Бұл жерде самое главное финансовая грамотность. Ал егер біз товар сататын болсақ, немесе бір трейдинг саласын алатын болсақ, қомақты ақша табу үшін бізге керегі сумма, капитал. Ал бұл жерде бізге керегі ми. Мысалға, сіз мықты маман болсаңыз, сіз өзіңіздің біліміңізді ақшаға тікелей айналдыра аласыз. Неге мен білім саласын таңдадым? 2020 жыл мен 23 жылдың аралығында мен 3 жыл бойы туризм саласында айналыстым. Ол жерде енді үлкен жауапкершілік. Мысалға, бізде бір күннің ішінде 5 гид жан-жаққа кететін, соответственно, әр гидтің жауапкершілігінде 50-ден астам турист болатын. Ол үлкен жауапкершілік. Плюс еще ол жерде ақша көп болған жоқ. Мен тапсам айына ары кетсе 500 мың миллион теңгенің арасында тауып отырдым. Ал менің алғашқы запускым 2023 жылы маған таза қалтама 10 миллион теңге берді. Соның арқасында мен бірден 4 елге саяхаттап, өзімнің қалаған покупкаларымды жасадым. Және де армандарыма бір қадам жақын болдым деп айтсам болады. Енді нақты мәселе. Инфобизнеста қандай нишада біз сауда жасасақ, табысымыз көп болады. Мен өзім 4 нишаны, 4 категорияны деп айтсам болады, тікелей айтып көрсете аламын. Оның ең біріншісі онлайн профессиялар. Мысалға, маркетплейс, немесе Каспи, Wildberries деген секілді, немесе таргет курсы бойынша сабақ беріп, табыс көп таба аласыз. Неге? Өйткені бұл нәрсе сізге бірден ақша береді. Скажем, таргетті үйретесіз, үйренген адам бірден табысқа шығып кетеді. Екінші мәселе ол обучение по бизнесу. Көптеген кәсіпкерлер өзінің білімін арттыруға дайын. Олар өзінің біліміне көптеген ақша жұмсауға дайын. Сол себепті осы саланы да қарасаңыз болады. Келесі үшінші бізде денежная психология. Бұл нәрсені көп адам қолданады. Денежная психология, которая поможет, психосоматика деген секілді. Бұл нәрсе тоже өте үлкен продажалар алып келеді. Және де ең маңыздысы денсаулық. Адамдарды қорқытып сатқан кезде адамдар алады. Бұл енді, скорее всего, ненормально, бірақ обычно продажи сфера здравоохранения делается таким образом. Біз адамдарды қорқытамыз, соответственно, продажа болады деген секілді. Келесі, осы салалардың ішінде онлайн профессияны таңдап,
трейдинг бойынша курс атқан Иманғали деген жігіт менің жеке сопровождениемде, менің менторствомда болған. Біз онымен 3 ай бойы жұмыс жасап, толықтай запускын от А до Я циклын өткен болатынбыз. Соответственно, 3 айдың ішінде ол 50 миллион теңге тауып, 20 миллион теңгелік Mercedes E-класс көлігін сатып алды. Ол толықтай 5 қадамнан тұратын біздің стратегия, схема деп айтсам болады, сол нәрсені толықтай қолданды. Дәл қазір біз соны сіздерге айтатын боламыз. Мен енді біз деп сөйлеп жатырмын. Неге? Өйткені обычный адамдармен бірге жұмыс жасап үйренгеннен кейін осылай сөйлеп үйреніп қалғанмын. Ал 5 жаққа кірісетін болсақ, ең алғашқы бізде целевая аудитория. Біздің қандай мақсатты аудиториямыз бар екеніне енді толықтай көңіл бөлуіміз керекпіз. Мысалға, менің продуктым запуск, соответственно, менің целевой аудиториям ол эксперттер, ол продюсерлер, ол кәсіпкерлер деген секілді. Осы кісілерге менің өнімімді сатуға болады. Ал енді олардың жастары қандай? Мүмкін ол 18 жас пен 30 жас аралығында шығар. Мүмкін ол әйелдер немесе еркектер шығар. Осындай целевой аудиториямызды өзіміздің продуктымызге анықтап алу керек. Екінші мәселе, бұл целевой аудиторияның проблемасы қандай? Оның қандай бойдары бар деген сұраққа жауап беру керекпіз. Енді менің аудиториямның проблемасы, олар көбірек ақша тапқысы келеді, үлкен покупкалар жасағысы келеді. Олардың қолдарынан, скорее всего, өздері запуск жасау келмейді. Сол үшін олар білім алғысы келеді деген секілді. Егер біз осы проблемаларға нақты маңыз бөлсек, көңіл аударатын болсақ, бізде продуктымыз мықты болып шығады. Өйткені біз түсінеміз, адамға не керек екен. Соответственно, үшінші момент ол продукт. Продуктқа көңіл бөлу керек. Обычно біз продукт жасаған кезде, курс жасап шығарған кезде, немесе менторство болса, обязательно методологтармен кездесіп, соларға 500 мыңнан миллион теңгеге дейін беріп, методология жасаймыз. Продуктты бағана түсіндіріп өтірдім ғой, 4 категория, 4 нишада, соответственно, трейдинг, маркетплейс деген сияқты нишаларды жасаймыз. Ол қалай болуы мүмкін? Кейбіреулері онлайн форматта, кейбіреулері офлайн форматта, живой встреча, онлайн созвон деген секілді неше түрлі продукттың түрлері бар. Бірақ если біз основноларын атап өтетін болсақ, ол наставничество, менторство, немесе тренинг, немесе интенсив, немесе курс деген секілді кете береді. Осы жерде список тұр. Мен сіздерге бір пример келтіріп өтсем, мысалға біз Шалқар деген продюсер жігітпен, Шалқар деген ағамызбен запуск жасаған болатымыз. Осы жазда біздің нақты өніміміз ол адамдарды запускқа үйрету. Енді мен продюсер ретінде продюсер болдым ғой, былай айтқанша. Біз 2 миллион теңгеден 15 адамға сатып 30 миллион теңге таптық. Таза пайда примерно ол жерде бір 45-47% құраған болатын. Бұл жерде продукт понятный, аудиторияның проблемасы понятный, оларға запуск жасап, табысын көбейткісі келетін адамдар келіп отыр. И, соответственно, біз Reels, Target, одан кейін мастер-класс жасау арқылы продажа көбейттік. И бізде ключевой момент, ол 1-2 подкастқа шықтық, ол Ерсін Сұлтанға шықтық, тағы да 1-2 подкастқа шыққан болатынбыз. Келесі бізде Ердәулет деген трейдер жігітпен запуск болды. Тікелей өзім тоже қатыстым бұл запускта продюсер ретінде. Біз 300 мың теңгеден 200 адамға курс аттық. Біз суммарно 60 миллион теңге бұл жерде жасаппыз. 60 миллион теңге бұл енді кішкентай сумма емес. А ключевой момент бұл жерде біз көптеген адамдарды Таргеттен, Рилстан алып кеп, өзіміздің WhatsApp сообществода прогрев жасап, Инстаграмда прогрев жасап, Дубайға барып, үлкен жаңағы события жасап, адамдарға ажиотаж тудырып, вебинарға алып келіп, біздің менеджерларға номерлерді қыздырып беріп отырдық. Ал біздің қасқыр менеджерлар кез келген адамдарға енді сапалы түрде қызмет көрсете отырып, оларға біздің білімімізді сатты. Біз де саттық, менеджерлар да сатты. Соның нәтижесінде бар болғаны 2 айдың ішінде осындай нәтижеге жеткен болатынбыз. Бұлай негізі кез келген эксперт өзіне сенімді эксперт жасай алады. Сол үшін білім алу, скорее всего, маңызды, және де білім алған нәрсені практикада бірден қолдану керек. Бірақ қазір мен берген 5 элемент арқылы сіз өзіңіздің алғашқы запускыңызды тез жасап кете аласыз. Инфобизнесқа дейін менің өмірім енді серый болды деп айтсам болады. Себебі оған дейін ондай көп ақша тауып көрмегенмін, бірден көп ақша таптым. Соның арқасында енді осы жетістіктерге жеттім. Если честно, басқа салаларда оңай табысты болу менің ойымша қиын. Бағана басында айтып өткендей, товарный бизнеста сауда жасау үшін қомақты қаражат керек. Ол жерде маржа, енді трейдингпен айналсаң да, басқамен айналсаң да үлкен капиталың қажет деген секілді. Ал инфобизнес для начинающих это самый лучший бизнес-модель. Егер сіз өзіңіздің мына басыңызға, біліміңізге сенімді болсаңыз, оны ақшаға айналдыруға дайын болсаңыз, мен сізді өзімнің жобамда күткім келеді. Мен эксперттер мен продюсерлерді жинап,
сол кісілермен бірге үлкен нәтиже жасағым келіп отыр. Сол себепті мен сіздерді кездесуге шақырамын. Сол кездесуге келіп менімен шай ішіп барлық нюанстарды анықтасаңыз болады. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.